Тағы да сәлем. Бұл жолы қыздар демей қояйын, жігіттерге ашатын боламын. Жігіттер көріп отырса, жігіттерге сіздің қызыңыз жүріп жүрген не сізбен бірге жай ғана уақыт өткізіп жүр ма, әлде сезімі сізге деген шын басуын көретін боламыз. Бірінші жігітті тауып алайық, сосын қызды. Жігіт пен қызды тауып алайық. Қызыңыз шықты. Енді сіз жігіт. Бұл жерде сіздің өзіңіздің құпия қызыңыз бар болуы мүмкін, бұл қыздан басқа, жасырып отырған қыздан басқа. Бұл жерде жігітті айтатын болсақ, сіз бірінші жігіт. Жігіттерге арналған бұл расклад. Сіз көріп отырған болсаңыз, сіз бұл нәрсені уайымдап отырсыз қазір. Сіз өте ақ көңілсіз, жұмсақ сөйлейтін, әйелдердің көңілін таба білетін сондай ер азаматсыз. Одан кейін сіз бір нәрсені бастауға ынтаңыз бар, новыйдан өмір бастағыңыз келеді, өткенді ұмытып, соны бірақ қорқыныш бар сізде. Жаңа нәрсеге, этапқа өтуге қорқыныш бар сізде. Әсіресе түндерде ұйықтамай өткізесіз десем де болады, жігіт. Енді қызыңызды көрейік. Қыз бұл жерде екі энергетикада келіп тұр. Бұл өте чувствительный әйел. Қыз бір жағынан ана болуы да мүмкін. Немесе сіз күйеуі бар әйелді көріп отырған болуыңыз да мүмкін. Бұл әйелдің жалпы қазіргі сәтте өзінің орныққан, өзі сондай қаржысы бар, өмірінде бәрі жеткілікті, сондай әйел десем де болады, сондай қыз десем де болады. Жалпы қызыңыз біресе жылап қалады, біресе көпірден көңіл көтеріліп кетеді, сондай энергетика көрсетіп тұр бұл жерде. Жалпы ана болуы мүмкін. Немесе ана болмаса, просто бойда қызды көріп отырған болсаңыз, егер бұл қыз уже үйінің тірлігін жасайтын, ата-анасына және көмектесетін, сондай қамқорлық жасайтын, қандай да бір мүмкін інілеріне, сіңлілеріне қамқорлық жасайтын, сондай ананың рөлін ойнайтын сондай қыз болып тұр. Немесе семейный. Оны раскладта көре жатамыз, ары қарата. Араларыңызда не болды, соны көреміз. Сіз бен қызыңыздың араларыңызда не болды? Осы уақытқа шейін қазір не бар? Сіз бұл жерде мәжбүрлі түрде кетуге мәжбүр болғансыз. Одан кейін басқа қызды сіз, басқа қызыңыз бар болуы мүмкін, жаңа да шықты. Сіздің басқа кездесіп жүрген қызыңыз болуы мүмкін, құпия кездесіп жүрген. Немесе сіз одан уже кеттіңіз, бұрын кездескенсіз, мына қызбен араласа тұра, басқа қызбен араласқансыз, и оны тастап кеткенсіз. Одан кейін новый нәрсені бастауға өзіңіз қазір ойланыс үстінде, осы уақытқа шейін ойланыс үстінде болғансыз, не істеріңізді білмегенсіз. Жалпы интернет желісі арқылы қандай да бір қыздарға мен бойдақпын деген сияқты сондай танысулар, сондайларға ұсыныс жасаған болуыңыз да мүмкін. Иә, сіздің бұл жерде жаман привычкаңыз болуы да мүмкін, жігіттер. Темекі шегу деген сияқты. Көп деп айта алмаймын енді, бірақ сол темекі шегудің кесірінен сіз өзіңіздің қазіргі жұбыңызбен ара қатынасыңыз жақсы емес болуы мүмкін. Сізде немесе қаржылай қиындықтарда қазір бастан өткеріп жатырсыз десем де болады. Бірақ сіз сырт көзге менде қазір бәрі жақсы, менде бәрі күшті, менде бәрі жеткілікті деген өтірік сырт көзге сондай позицияда отыруыңыз мүмкін. Бірақ сіз мына жерде де көрініп тұр, сіз переживание, бір нәрсені уайымдаудасыз, новый нәрсеге жолға шығуға, немесе новый нәрсені бастауға қорқудасыз. Бірақ сырт көзге сіз осындай менде бәрі жақсы, күшті деген сияқты позициядасыз. Енді бас тақырыбымызға көшейік, жігіттер. Қараңыздар, осы загаданный жасырып отырған қыздарыңыз сізді шын ұнатады ма, жоқ әлде сізбен уақыт өткізіп жүр ме, жай ғана? Сізге деген ойы қандай қызыңыздың?
жүріп жүрген қызыңыздың сізге деген ойы, немесе әйеліңізді көріп отыруыңыз да мүмкін. Бұл әйелдер бұл жерде ойын айтатын болсақ, бұл әйелдер білмейді сізбен бірге семья құруға қорқады десем де болады. Иә, қорқады. Әртүрлі ойда, сізбен семья құрсам екен, құрмасам екен деген әртүрлі ойда десем де болады. Ал егер уже сіздер семейный болсаңыздар, уже сіздердің араларыңыз уже шиеленіп кеткен, араларыңыз күшті, балдай тәтті емес деп айта аламын. Қорқыныш екеулеріңіздің болашаққа деген. Иә, бұл жерде қызыңыз, сіздің жасырып отырған қызыңыз бұрынғы ара қатынасына оралсам екен, оралмасам екен деген, сондай бұрынғы ара қатынасындағы жігіт бұған ұсыныс айтқан болуы мүмкін, сөз айтқан болуы мүмкін, немесе внезапно оның өміріне пайда болып қалған болуы мүмкін. Мысалы, бұрын жүрген жігіті десек те болады қызыңыздың да. Бірақ қызыңыз қазір ешқандай шешіп қабылдағысы келіп отырған жоқ. Бұрынғы ара қатынасына байланысты. Оған иә деп те қазір көңіл бөліп жатқан жоқ деп айтсам болады. Және ол қорқатын себебі, мына семьяңыз қорқатын да себебі сол. Бұрынғы жігітіне кетсем екен деген сияқты. Немесе қыз бен жігіт болып жүріп жүрсеңіз, бұрынғы жігітіне қайтадан барсам екен деген бұл әйелде қорқыныш, бір жағынан шешім қабылдағысы келмей отыр. Мүмкін араларыңызда бала бар, үйленгендердің. Иә, жігіттердің. Иә, бұл жерде қазіргі сәтте сіздерде ара қатынастарыңыз, қызыңызбен ара қатынасыңыз жақсы емес, немесе әйеліңізбен ара қатынасыңыз жақсы емес. Сіздер қазір ара қашықтықтасыздар, бір-бірлеріңіз туралы әлі қазір не істеп жатқандарыңызды білмеулеріңіз мүмкін, бірақ бұл өткінші нәрсе десем де болады. Ара қатынастарыңыздың жақсы еместігі өткінші нәрсе. Немесе сіздер бір үйде тұрып жатсаңыздар, әйел мен күйеу, сіздер жақын араласпайсыздар, бір-бірлеріңізге ашылып сөйлеспейсіздер деген, сондай сияқты. Немесе ара қашықтық араларыңыз қазір, немесе араларыңыз жақсы болмай ұрысып кетіп қалған болуыңыз мүмкін, немесе сіз қазір басқа жақта жұмыста жүрген болуыңыз мүмкін, басқа қаладан, басқа жақта деген сияқты. Иә, сіз семьяңызға кейде келесіз, кейде келмейсіз деген сияқты. Сіз может командировкада жұмыс жасайтын шығарсыз, немесе 2-3 күн деп қонып қалатын жерде жұмыс жасайтын шығарсыз. Үйге қонбай қалатын кездерде де болулары мүмкін сіздерде. Сіз семьяңызға кейде қасында боласыз, кейде болмайсыз деген сияқты сондай. Жалпы сіз бұл менің өмірімде кездескен әйел ма, өмірімде тағдырыма жазылған әйел ма деген сияқты ой сізді мазалайды десем де болады. Сіз бұл жерде ара қатынасыңыздың алдағы уақытта ара қатынастарыңызды жалғастыра беретін болсаңыздар, сізде уже уайым, қайтадан сол жаман ара қатынас болып қалмай ма, арамызда тағы да ұрыс керіс деген бітпейді ма деген сияқты ой сіздерде, ер адамдар, сіздерде. Сол үшін сіздер завершение аяқтауды ойлап отырсыздар десем де болады. Бұл жерде нечестный болайын деп тұрсыздар бір-бірлеріңізге. Әсіресе сіз, ер адам, әйеліңізге мүмкін жылап қалар, мүмкін сіз оған агрессия көрсетесіз. Бұл жерде наоборот, ер адам, сіз әйеліңізді, болмаса жүріп жүрген қызыңызды тастап кетуді аздап ойлап отқан сияқтысыз. Қыздан гөрі. Иә. Сіз қазір бездействие отырсыз, ер адамда, сіз бездействие отырсыз, бірақ бір жағынан қызғанасыз әйеліңізді, немесе қызыңызды қызғанасыз, әжептәуір. Бірақ сіз қазір асықпай отырсыз шешім қабылдауға. Яғни тағдыр бойынша Құдайымыз қандай пешіне жазады, соны көреміз деген сияқты, жалпы соны күтіп, тоқтап тұрған сияқты болып тұрсыз. Жалпы қызыңыздың, әйеліңіздің сізге деген ойы қандай? Иә, бұл жерде әйеліңізде тағы бір ер адам болуы мүмкін. Бірақ онымен қазір ара қатынасы жоқ.
соны айттым ғой, бұрынғы ара қатынасындағы жігіт пайда болды деп айттым ғой. Бірақ қазір ол екеуінің араларында отношения жоқ, уайымдамасаңыз болады. Бірақ ана басқа ер адам, бұрынғы отношениясындағы басқа ер адам бұған ұсыныс жасап жүрген болуы мүмкін, бірақ сіздің әйеліңіз барлығын біледі, ақылды әйел, өте сондай балаларына қамқор әйел, немесе сізге адал қыз десем де болады. Просто қызыңызды көріп отқан болсаңыз бұл жерде бұл қыз махаббат үштігін жасағысы келіп отқан жоқ. Араларыңызға тағы бір еркекті әкеп, екі еркекпен бұл қыз өйтіп жүргісі келіп отқан жоқ. Бұл өте сондай авторитеті бар, өте керемет, жақсы ана десем де болады, немесе қыз десем де болады. Бұл жерде қайта наоборот, басқа ер адам сіздің қызыңызға, әйеліңізге ұсыныс қылып жатыр, наоборот сіздің әйеліңіз оған ешқандай жауап беріп жатқан жоқ, наоборот отказ қылып жатыр десем де болады. Сіз ол ер адамды тануыңыз мүмкін. Қазір бір жағынан бірақ деген әйеліңіз екі ойлы. Қазір тупик болып қалды, да тупиковый состояние, не істерін білмейді. Бірақтан деген сезімі бар сізге. Бірақ сіз оны өзіңізге жолатқыңыз келмеуі мүмкін, көбінесе бір өзіңіз қалуыңыз мүмкін. Жұмысқа неге кетіп қалып деген сияқты. Сіз де мүмкін басқа өзіңіздің интимдік өміріңізді басқа жақтан сырттан іздейтін адамға ұқсап тұрсыз бұл жерде. Өтірік айтып әйеліңізге деген, қызыңызға деген өтірік сөздер айтып, я басқа әйелмен де кездесіп деген сияқты, басқа әйелмен де сөйлесіп, жалпы сіздің де ойыңыз осы семьяңызды бұзу, бірақ семьяңыздың басқа әйелді де сіз ұнатып тұрсыз десем де болады. Бірақтан сіздер әйеліңіз екеуіңіз немесе қызыңыз екеуіңіз бір-бірлеріңізді толықтыратын адамсыздар. Олай қызыңыздың, әйеліңіздің сізге деген сезімі бар. Бірақ сіз де басқа әйелге қарап қоятын кездеріңіз болады десем де болады. Сонымен сіздің қызыңыз жәндегі екінші ер адам әйеліңізге ұсыныс жасап жүр, соның ары қарай сонымен бірге ара қатынасын көрсек, сіздің әйеліңізге қазір қиын, сізді ұнатады, сізді жақсы көреді, өзінің император ретінде көреді, сізді кәдімгідей ұнатады да. Бұл әйелге қазір қиын болып тұр десем де болады. Бір жағынан сізді өзінің күйеуі уже сізді уже өзінің ер адамым деп қабылдап қалғанда, үйленбесеңіздер де әлі. Бірақ бұл әйел выборда тұр, таңдауда тұр. Бұған өйткені басқа ұсыныс келіп тұр, басқа жігіттен ұсыныс келіп тұр. Сол үшін бұл қызыңыз немесе әйеліңіз қазір таңдауда, выборда десем де болады. Бұған өте қиын болып тұр. Бір жағынан сізді де кәдімгі өзінің ер адамы ретінде көреді, сізді де ұнатады десем де болады. Бірақ не дегенмен өткен өміріндегі жүрген жігітті қайтадан өміріне, әйеліңіздің өміріне келгендіктен, уже әйел деген уже жақсы керемет сөздерге алданып қалады. Әйел деген жақсы сөздер айтсаңыз, сізге иланады деген сияқты. Мүмкін ана жігіттің де мүмкін жақсы үйтеміз бүйтеміз деген сөздеріне ой кетіп жүрген болуы да мүмкін, бірақ 100% деп айта алмаймын ой кетіп жүр деп. Бірақ әйел деген сол ғой деймін да. Біз жылы сөйлегенді жақсы көреміз, әйел деген. Сол себепті өзіңіздің қызыңызды немесе әйеліңізді өзіңізбен бірге ұнататын болсаңыз, бірге алып қалғыңыз келсе, оған жол сөздер айтып, оның көңілін тапсаңыз, ол сізді таңдайтынына сенімдімін. Өйткені бұл жерде әйеліңіз немесе қызыңыз өзіне сенімсіздік танытып тұр. Мүмкін сіз оған қаталдық танытып жүрген шығарсыз. Жұмсақ болсаңыз, мүмкін сізді таңдар деген сияқты. Егер ол қыз сізге керек болса, әйеліңіз керек болса. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, жігіттер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар, кімнің өміріне сәйкес келді. Подписаться етуді де ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.